Сәлеметсіздер ме? Біз берілген сандар қатарының өзгеріс құлашы, модасы және ауқымы деген тақырыпты қарастырамыз. Бұл 8-ші тараудың 2-ші параграфы. Кітабымызда 133-ші бетте тұр. Сонымен ең алдымен бізге есепте бір тәуліктегі температураның өзгерістері берілген сандар қатары тұр. Осы сандар қатарының өзгеріс құлашын ең бірінші қарастырайық. Өзгеріс құлашы дегеніміз кейбір жерлерде өзгеріс ауқымы деп те жүреді. Өзгеріс құлашын табу үшін біз осы сандар қатарының ішіндегі ең үлкен сан мәні мен ең кіші сан мәнін тауып аламыз. Ең үлкен сан мәні бізде 7 және ең кішісі 3. Ал өзгеріс құлашы дегеніміз өзгеру құлашы дегеніміз осы ең үлкен сан мәнінен ең кіші сан мәнін азайту болып табылады. Сонымен 7 Цельсий градустан азайтамыз 3 Цельсий градусты. Сонда тең болады 4 Цельсий градус. Өзгеру құлашы 4 Цельсий градус екен. Сонымен екінші ұғымымызға кетейік. Медиана дегеніміз белгілі бір берілген сандар қатарының өсу ретімен жазамыз. Сол өсу ретінің ортасында тұрған, яғни орташа мәні бізде медиана деп аталады. Сонымен дәл осы қатарды алайық, бірақ бізде қатар ешқандай тәртіпке бағынбаған, яғни кез келген сандар қатарынан тұр. Біз оны ретімен жазып аламыз. Не өсу ретімен, не кему ретімен. Сонымен өсу ретімен жазып алсақ, ең кішісі бізде 3, 4 және 4, 6, 7. Осылай ретімен жазып алдық. Ешқандай сан қалдырып кетпеуіміз керек. Содан кейін осы берілген сандарды санаймыз. Нешеу? 1, 2, 3, 4, 5 сан. 5 сан болса, бұл 5 сан тақ сан. Тақ санның ортасын табуға болады. Ортасы 3-ші сан бізде осы сандар қатарының дәл ортасында тұр. Яғни орташа мәні медиана деп аталады. Сонда бұл сандар қатарының орташа мәні 4 екен, 4 Цельсий градус. Ол медиана деп аталады. Сонымен медианасы 4 болды. Ал осы жағдайда егерде берілген сандар қатарындағы барлық сандардың саны тақ болмай, жұп болып қалған жағдайда не істейміз деп мүмкін. Ондай болса біз мына жерге тағы бір сан қосып жіберейін. Мысалға 9 алайын. 9 Цельсий градус болсын. Онда біздің сандар қатарымыз жаңа нешеу? 5 болған. Қазір 6 болды. 6 болған жағдайда ортасында 2 сан тұрады. Онда біз 2 санның, мынау 2 санды, міне. Қазір жұп болып кетті, 2 сан тұр. Онда бұл 2 санды қосамыз, 4. Қосу 6. Бөлеміз 2-ге. 2 сан ғой себебі. Арифметикалық орта тапқан сияқты. 10-ды қосамыз, 4-ті қосамыз 6-ға 10 болады, 2-ге бөлсек 5. Яғни бұл сандар қатарының ортасы, медианасы 5 Цельсий градус. Сонымен медиана деген ол сандар қатарының орташа мән екен. Келесі үшіншісі осы сандар қатарының модасы дегенде. Мода деген берілген сандар қатарындағы жиілігі ең көп санды айтады. Бірінші осы берілген сандар қатарына қарайық. Жиілігі деген көп кездесетін сандар деген сөз. Қарасақ, бәрі қайталанбайды, тек 4 қана 2 жерде қайталанып тұр. Сонда бұл сандар қатарының модасы 4 болды деген сөз. Модасы бірден жазуға болады 4 Цельсий градус. Ал егерде сандар қатарында мүлдем қайталанған сан болмайтында жағдай болады ғой, онда ондай сандар қатарының модасы болмайды.